И сәлем достар, сәлем бірге, мен Майк Миллер. Бүгінгі видеода бізде контрабанд полиш екінші бөлім, яғни біздер шекарашының қызметін атқаратын боламыз. Достар, біздің арнамызда алдына мен айтып жүрдім ғой, 55% ғана адам тіркеліп қарайды деп, қалғандары просто қарайды деп. Енді ол 70-ке дейін көтеріліп кеткен ғой, сенесіздер ме? Яғни қазір сен егерде менің арнамды тіркелмей көріп отырсаң, ол пайыз өсе береді. Сондықтан тез біздер 10 мыңға жетейік, біздер 4 мың жазылушыдан астық. Қазір біздің видеолар интересныйға көп шығып жатыр. Оны одан сайын көп шығарып, адамдардың барлығын кері тарту керек та, достар. Сондықтан дәл қазір лайк бас, комментарий қалдырып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Достар, егер де 3-ші бөлімді күтсеңіздер, онда дәл қазір міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біздер бастақ, келесі бізде үлкен машиналар келді. Так, смелее дейді. Алдыңғы жолы біздер уже 2 контрабандист ұстадық, осы жолы көреміз. Енді қалай жұмыс жүретін, бірақ та біздер уже нормально жүргізіп жатырық. Так, бізде Так, газ, давай, открой, родной. Так, бұндай грузовик айдайтын адамдарда грузовик айдайды деген документ болу керек дейді. Керек документті бірінші сұра дейді. Бірінші документті көрсет. Сенде бердің ғой, кішкене төмендеу беруге болмай ма? Хорошо. Так, паспорт. Ага. Соответствие. Номер паспорта. Жақсы, номер паспорта тоже нормально. Срок действия. Тоже соответствие, в принципе, нормально. Ага. Так, хорошо, это, в принципе. Документы реально груз с помощью планшета, дейді ғой. Хорошо, планшетпен көруге болады дейді. Планшет деген андай телефон. Планшет для учета груза. Стоп, посмотрите, запись возвышен ЛКМ-ді басыңыз дейді. Ага, артына барайық. Так, но қызық қой. Так, бірінші бізде газовый плита бар. Холодильник. Ага. Так, на ішіне кіруге бола ма? Так, бәрін ішіне жазайық. Туалет бар екен, туалет перевозка. Так, цемент, да? Мыло дейді ғой, мыло, хорошо. Короче, барлығын дұрыстап жазайықшы, чтобы потом біз шатасып қалмайтындай. Опа, мынаны ұмытып баратырық. Ага. Или разверните водителя и затем пригласите. Проверьте прочие данные. Так, газовая плита 2 штук дейді ғой. Бізде газовая плита 3 штук. Бұл по факту алып келіп тұрғаны қазір. А по идее документ бойынша барлығын жазып жіберу керек қой. Не алып өтетініңді. Енді бізде бір артық плита алып келіп тұр. Унитаз 1 штук дейді. Бірақ дұрыс 1 штук. Мешок цемента 10 штук. Бұл жазды 10 штук. Дұрыс. Холодильник 2 штук. Дұрыс. Мыло 1 штук. Бочка машина маслы. Қалғаны дұрыс. Бірақ та бізде газовый плитадан қате кетіп қалған екен. Өкінішке орай біз сені өткізе алмаймыз, либо бір газовый плитаны тастап кетесің. Пропустить или... Так, бізде енді біз таза заңмен жүреміз ғой, сондықтан өкінішке орай сені өткізе алмаймыз. Бір газовый плитаға бола, себебі сен ол газовый плитаны жынданғанда емес әңгіме бауырым. Конкретно сен барып газовый плитаны ауыстырып келе ғой. Так, бізде... Аха, 19 апрельде дейді ғой. Жаңа неге? Отметьте дейді ғой. Мен отметь еткен жоқпын ба сонда? Sorry, достар. Кешірім сұрайым. Жақсы, бірақ та ол қате кетті. Өзі, то что 2 деп жазды, 3 алып келді. Күдікті, соны ұстауға тырысамыз. Так, тағы да бізде Скуби-Дудің машинасы кетір. Көрейік. Сен қайтып кетсің бе, басқа адам бет, сол мет? Так, давайте тез, адам, очередте адам көп, өте көп. Ага. Грузды қазір тексереміз, пока адамдар тексеріп алайық ағайын. Торговля дейді. Хорошо, бочка бензина 4 штук и бочка огурцов 1 штук дейді. Так, енді анаған қалай өтеміз. Так, вот и все, дейді. Мне тұр.
Так, контрабанданы поискать етуге болады дейді ғой. Так, қай мемлекеттің адамы? Тағы да бір қарап жүрейін, кете тұр. Ай, дәл өзі ғой. Мынау возможно контрабанда ағайын. Так, бұны ашу үшін бізде О, бәрекелді. Ұсталған жерің осау. Болды, енді бітті шаруаң. Полностью контрабанда, прикинь. Ағайын. Так, бұл енді нормально. Так, бізде балта қайда? Йо-майо, мына жердің бәрі шашылып отыр ғой, мынаның несінен контрабандасынан, Енді өтініш машинадан шыға қойыңыз. Біліп тұрсың ғой пример не болатын. Лицом в пол. Так, болды. Так. Все. Келесі адамдарды қарай берейік. Так, есік, терезе. Ештеңе бермейсіз ба? Барлығы дұрыс болу керек дейді. Қазір тексереміз. Әңгіме жоқ. Аха. Мынау дұрыс сияқты. В принципе, барлығы дұрыс. Тек артын тексеріп жіберейік. Егерде Аха. Жүре берсеңіз болады. Аха. Жолыңыз болсын. Тезде жұмыс жасайық, потому что бізге әлде жұмыс көп қой. Ойбай. Давай. Документы. Идеальный досмотр дейді. Енді кішкене минусқа кіріп кеттік, түрттің көлеген жарамыз деп. Так. Ей. Қашты ал бізден достар. Сен менен қашам деп ойладың ба? Ал, кеттік ал. Ал, бізден қашам деп ойлаған адамның артынан қойғы енді. Задержите беглеца дейді ғой. Мәс, сағана жаман қашты ғой. Жаман қашты ғой ағайын, Қайда алысқа қашам деп ойладым екен? Біздің шлагбауннан бір қашты да тек. Қайдан білсін біз жақсы машина дейтімізді. Доминик. Менің адым Доминик. Отбасы бәріне маңызды. Семья важнее всего. Кел. Не істейміз қазір? Атамыз ғой, не істейміз енді? Аталмаймыз да қасыққа оп. Болды ма? Так. Вы арестованы. Все. Важный телефонный звонок дейді ғой. 4 минут. Так, артқы несі дұрыс жасамайды, сол үшін. Так, сиренаны сөндіріп бара берсек болады шығар. Я, болады сияқты. Так, бізден қашып кетем деп ойлады. 4 минуттың ішінде бізге важный звонокқа ответ беру керек. Бізде осындай миссияларда боқ қалады екен. Типа жаңағыдай қашып кету деген сияқты да. Келген кезде мен білмеймін, смысл неде. Бүкіл постты сындырып тіптіге кетіп қалудың. Ой, ананың смыслын түсіне алмадым ғой мен. Машина қалай жалпы жағдайы? Нормально дейді. Қараңдар қалай сындырып кеткен. Енді осының барлығыны барып енді жөндеу керек. Оны кім жөндейтін? Так. Телефонный звонок талай кім екен? У нас пропала связь, оперативный групп сержант говорили. Повстанцы кроватный кулака возили. Біздер сет жоғалтып алдық дейді. Жұмыскерлеріміздің. Срочный жұмыс, так что сол жерге тез келе аласыз ба дейді. Так, біздер әрине мықты сотрудник ретінде. Ей, так, но мен ғой. Ой. Аха. Так, все, біз кеттік. Машинамызды аламыз қазір. Аха, пистолет. Вот это да, экшн бот. Так, кеттік. Бізде қасымызда әйтеуір сотрудник болса болды. Жалғыз өзім жүрмейік. Наверное, снова сбой в работе, оборудование. Бір картына қалай дұрыс болу болатын. Оңға ма? Оңға барып кесіп кетсек болады, я.
Так, бәрін жолдан шығарайық. Сбой дейді, потому что жүріңдер, енді көрейік та. Осылай дұрыс баратырық. Так, енді барайық. Оперативный группамен тез-тез кездесіңіздер дейді. Бұл негізі біздің Сиренаның өзі бір рахат болды. Сирена болмаса айтпасам машиналар не бермейді да, жол бермейді. Так, қалай, нормально ма бәрі? Нормально дейді. Кеттік ал. Енді келіп қалдық почти. Лесопилка деген осы ғой. Так, не болып жатыр? Надеюсь, это будет начало. Саған міне ақтап келіссөз жүргізіп жатыр ғой террористермен. Сержант, бандиттармен жұмыс жасап жатыр дейді. Серьезно ма? Уа, атсат. Ей, не өкіп кетті мынау, болмайды мынау, айтпай ма атсасын деп, мен қайдан білейін? Келеміз сырттарынан техничный тұрамыз, потом барып атсатшы. Помогите мне. Ол әртірі сияқты дейді. Акаристанға керексіз біз. Мен ойладым, ана жерден қайттан бастаймыз. Саған. Сіз қалғаныңызға қуаныштымыз дейді ғой. Келіп тұрған ешкім жоқ, онда как раз барып келейік. Онда асығыстық жоқ бізде. Картамен ерінбей. Так, погранпост, мотель Карат, развалины, инструменты. Ой, шынды ма мыналар? Мен қарсыластарым бар екен ғой. Так, келіңдер атсақ енді. Типа сильный, что ли, самый? Так, оқ. Нормально, 24 оқ бар. Аха. Так, сендер жұмыстарың негізі адал емес жігіттер. Дұрыс емес сендер. Опа, как раз керек зат. Дальше кетеміз, мен есігім жылынып қалды ойдың. Я есігім жылынып қалды, прикиньте, уже налармен жүрмін деп. Ал, есігім жылып тат мен. Ал, терезе жоқ, атты сразу. Ода енді бізде пышақ бар. Соны алуға баратын негізі магазинге. Так, инструменты у Влада дейді. Соған барайық. Ал, не проблема мынау. Онда таумен өтеміз. Таумен өтеміз, вариант жоқ басқа. А, жоқ. Мә, аман бол. Эй? А чё былай өтіп кетуге болатын бет не? Мы? Прикинь, таудың үстіне міндім да бүйтіп өтіп кеттім. Чё за баги? Чё за баги, достар? Келдік біздер кімнің инструментіне қарай. Родной, мына жер жинап кішкене тазалатып қойсайшы. Так, маған не керек? Маған балта керек біріншіден. Обычный топор керек емес. Кухонный нож. Біздікі қандай нож болды?
керек емес. Это барсный интересы. Я, отличная сделка. Мен бәне бәрін содержать етуім керек, мен түсінбеймін. Так, енді барлығы өйстіп тұра ма? В смысле прочь с дороги? Нормально общайся. Мен саған наоборот жол ашып бердім. Минус 102-ге кіріп кеттік біздер. Йо, менде мықты не бар ғой, машина. Постқа барайық, постқа, погранпостқа біздің. Управлениесі, кстати, жақсы бұл ойынның. Уже жаттап алдық қой постқа аяқта екен. Так, машинаны жөндеу керек енді. Так, точно дейді. Еще қарызға жөндейді прикинь бұл. Все, если чё, короче, осылай. Мен барып ұйықтап тұрайын, чтобы азарстан. Так, біздер онда пока. Бір демалып тұрайық, чтобы түсіну үшін. Шаршаған шығар уже. Таңғы біздің жұмысты. Так, документы. 38-71 дейді. Аха. Мынау нормально, мынау келе ма? Мынау келеді екен, мынау ше. Аха, енді. Осы сен ау 53 деген жаңағы. Еркей. Шыға аласың ба? Неше деді жасы? Жоқ, ЦЦО. Так, бір тексерейік енді не болса да. Так, обшивка, неге обшивке қорқасын? Так, тревога, на нас напали дейді. Қашындар, қашындар. 38 секундтан қашу керек. Қаш, кері, шық. Так, адамдар ар жақтан келіп жатыр. Келмейді аналарға, прикиньте. Жақындап алайын мен. Жақындап атсамыз. Базан тигізсек нормально. -1. Шық. Ой, четко ол достар. Так, $300 өрт. Так, достар, в принципе, бүгін біздерде экшен өте көп болды, сондықтан біздер видеоны осы жерден бітірек. Келесі бөлімде біздер қаланың ішін аралаймыз, басқа заттар аламыз. Не болып қалды? Не үшін нужно было развернуть? Түсінбедім. Короче, қателесіп жатыр. Әлде үйрену керек, достар. Сондықтан келесі бөлімге дейін күтіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Майк Миллер. Келесі жүздескенше сау болыңдар.